Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі видеода MetaMask кошелегін ашуды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге настройкаға кіреміз. Расширенияға кіріп, поискқа MetaMask деп жазамыз. Осы MetaMask кошелекті жүктеп аламыз. Приложение жүктелді. Создать новый кошелек, немесе өздеріңіздің бұрынғы қолданып жүрген кошелектеріңізді сақтасаңыздар болады. Бізге қазір создать новый кошелек, соглашение бересіздер, 2 рет парольді қайталайсыздар. Защитить мой кошелек дегенде басасыздар. Осы жерде ең маңыздысы запишите секретную фразу для восстановления. Бұл өздеріңіздің парольдеріңізді ұмытқан жағдайда осы секретный фраза арқылы кіресіздер. Осы секретный фразаны жоғалмайтын бір жерге сақтап алыңыздар. Скрин жасап немесе суретке түсіріп алыңыздар. Осыларды рет-ретімен жазып аласыздар. Біздің кошелек ашылды. Осылай далее деп басасыздар. Бұл жерде өздеріңіздің валюталарыңызды сақтайсыздар, криптовалютаны. Мына жерде сіздердің адрестеріңіз болады. Осылай копировать етіп жібересіздер. Немесе біреуге жіберу отправить. Мына жерге жіберетін адамның адресін жазасыздар. Немесе получить вот QR-код пен или адрес. Импорт токен. Мына жерде өздеріңіздің керекті токендеріңізді жазасыздар. Сосын далее импорт. И все, вот ашылды. Видео түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбегендер болса, комментарийға жазыңыздар. Келесі видеода MetaMask кошелекке полный обзор жасаймын.